Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Қазтуғанның қонысымен қоштасуы, жырдағы Қазтуған бейнесі. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау, эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Бағалау критерийлері: көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтайды, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айтады, эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтап, өзіндік көзқарас білдіреді. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасайық. Жыр дегеніміз не? Бірнеше оқиға тізбектелген жыр жолдары. Поэзиялық шығармалардың жалпы атауы жыр деп аталады. Жыршы: жырды орындаушы, жырды айтушы, таратушы адам. Жырау: өз жанынан жыр шығарып айтатын, сонымен қатар эпостар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының өкілі. Толғау: дидактикалық сарынды, белгілі оқиғаны немесе оқиғаларды баяндайтын поэзиялық үлгідегі бір мақаммен немесе белгілі бір музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен орындалатын жанр. Қазтуғанның қонысымен қоштасуы толғауы бойынша ары қарай тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: жырды негізге ала отырып, Қазтуған жыраудың бейнесін ашайық. Бұл тапсырманы үлгіде көрсетілгендей орындаймыз. Жырда бейнеленген Қазтуғанның сыртқы бейнесі қандай? Өмірге деген көзқарасын қалай білдіреді? Осы толғау арқылы Қазтуғанның қандай мінез құлқын байқадық? Толғауды жеткізудегі жыршының көңіл күйі қандай? Және осы толғау арқылы оның қандай іс-әрекеттерін байқадық? Дескриптор: шығармадағы автор бейнесін анықтайды, шығармадағы автор бейнесін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтайды. Екінші тапсырма: жеке жұмыс. 4 сөйлем тәсілі бойынша төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. Бірінші: пікір. Қазтуғанның қонысымен қоштасуына не себеп болды? Осы сұраққа өзіндік пікіріңізді білдіріп, бір сөйлемменен жазыңыз. Екінші: дәлел. Толғаудағы кейіпкер, ақын мінезін ерекшелеп тұрған сөз бен суреттемелерге 2-3 мысал тауып, бір сөйлемменен дәлелдеңіз. Үшінші: мысал. Толғауды өмірменен байланыстыра отырып, ақын қозғаған жер мәселесіне байланысты мысал келтіріңіз. Төртінші: қорытынды. Үзіндідегі кейіпкер сөзін, ішкі толғаныстары, ой-пікірі бойынша өзіндік қорытынды шығарыңыз. Дескриптор: Қазтуғанның қонысымен қоштасу себебін анықтайды, өзіндік көзқарастарын дәлелді жеткізеді. Ой-түрткі. Төменде берілген үзіндіде автор не айтпақ болды деп ойлайсыңдар? Кейінгі өскен жас бала, ақ балтырын түрініп, басарына ерініп, көкірегі күйініп, тек тірлікке сүйеніп, ықтиярсыз жүгіріп, аузы түкті кәпірдің етпеге еді жұмысын. Деген шумақтағы автордың ойын қалай түсінгеніміз туралы сыныптағы достарымызбен ой бөлісейік. Дескриптор: автордың айтпақ ойын анықтайды, үзіндінің негізінде ой-пікірлерімен бөліседі. Балалар, автор бұл жерде жас ұрпақтың болашағына алаңдаулы екендігін көрсетеді. Яғни жан-жақтан қыспаққа түскен қазақ халқының, қазақ деген ұлтының жастары үшін уайымдайтынын, біреудің жетегінде қалып, біреудің есігінде күн көрмесе екен, біреуге тәуелді болмаса екен деген өзіндік ішкі
толғанысын білдіреді. Түкті кәпір деп отырғаны бұл жерде орыс халқын меңзегені. Бұл үзіндіден тек ақынның ішкі ой толғанысын ғана көріп қоймай, сонымен қатар өз елінің нағыз патриоты екендігін байқаймыз. Балалар, біз сіздерменен қазір патриоттық сезімімізді одан ары қарай ояту мақсатында бірге ән шырқасақ. Ерікті елім, көрікті жерім, шалқар теңіз ырысы, айналған зырлап, тынымсыз ырғақ, тіршілігі тынысы. Далада да, қалада да, қарап жүрген жоқ пенде. Жайлауда малшы, сайрауда әнші, жазы қызы көктемде. Ерікті елім, елім деп соқсын жүрегім, тұрағым менің. Жерім деп соқсын жүрегім, жырағым менің. Жібіреп тұр ғой жалауым, төрінде көктің. Жақсы балалар, бұл клиптан біз Бейбіт Қошқалиевтің елім деп соқсын жүрегің орындауындағы әнінен қарапайым халықтың тыныс тіршілігін тамашаладық. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Үшінші тапсырма. Зерттеушілер пікірін негізге ала отырып, өз пікірімізді кестеге толтырайық. Зерттеушілердің пікірі: Қазтуған поэзиясы табиғат аясындағы көңілі таза, сәби көшпендінің поэзиясы. Бұл Мұхтар Мағауиннің айтқан екен. Ал сендердің ойларыңша, Қазтуғанның поэзиясы қандай мағынаға ие? Осы сұраққа бір-екі сөйлемменен, түйінді, дәлелді сөздерменен жауап берейік. Дескриптор: зерттеушілердің пікіріне өз көзқарастарын білдіреді, мысалдар менен дәлелдейді. Кері байланыс: зерде стратегиясы. Білім: тақырып бойынша алған ақпараттарыңыз, қандай көңіл күйде болдыңыздар? Сабақтағы жетістіктеріңізге қандай баға бересіздер? Өз бойларыңызда әлі де нені дамыту керек деп есептейсіздер? Және бүгінгі сабақта сіздерге келген жаңа ой. Үйге тапсырма: Қазтуған жыраудың қонысымен қоштасуы толғауынан үзінді жаттап келу. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.